Сіздермен Пендодо сайтынан мектеп формаларын заказ беретін боламыз. Менің бір қыз, бір ұлым бар. Екеуі де мектепке барады. Біріншісі 2-ші классқа барады, қызым. Ұлым нөлевойға барады. Соларға формалар заказ беремін, мектеп формаларын. Сіздер де менімен бірге заказ беріп көріңіздер. Школьный форма деп жазасыздар. Үстінен басып қытайшаға аударып аламыз. Не шықты? Осылардың ішінен заказ беретін боламын. Мына жерінде мынандай белгі, бұл арзандатылған деген мағынаны білдіреді. Арзандау алсаңыздар болады. Осылардың ішінен өздеріңізге ұнағандарын аласыздар. Мысалы, маған мынау ұнап тұр. Қызыма, ұлыма екеуіне де бірден заказ берсем болады. Не? Мысалы, мынау ұлыма 5 заттан тұрады екен. Кем 6 заттан тұрады екен. Сіздер қалағандарыңыз берсеңіздер болады. Мысалы, маған мынаумен екеуі ұнап тұр. Ұлыма жасы 5-те 6-ға енді толады. 120-ны беремін. Қызымдікі 6 жаста 7-ге толады. 140-ты беремін. Енді мен біріншісін белгілеп қоясыздар, сөйтіп. Сердечкіні басып қоясыздар. Кейін бұл дегеніміз біз корзинаға салып жатырмыз. Екеуін бірден заказ берсек болады, сөйтіп. Корзинаға барасыздар, ашасыздар. Түсті корзинаға. Енді осы жерде плюсик бар, осының үстінен бассаңыздар, тағы заказ берсеңіздер болады. Мысалы, мен мына бірінде қосам, 140 деп белгілеймін. Міне екеуі қосылды. Бір қызға, бір балаға. Қаласаңыздар, 3-еу, 4-еу алсаңыздар болады. Бірдей түсін 2-еу алсаңыздар болады. Енді мен қалған заттарымды тағы көремін. Тағы мектеп формасы деп жазамыз. Колготкилер бар екен. Қаласаңызда отдельный тағы рубашкалар берсеңіздер болады. Қызға, балаға шалбарлар берсеңіздер болады. Осы шалбарды көрейін. Жұлдызына да қарайсыздар. Мысалы, 5 жұлдыз екен. Отзывтарын оқып шығыңыздар бәрін. Мен бағанағын оқып қойғам. Сол үшін заказға жібердім. Бәрін дайындап бірден жіберемін. Қызылды басамыз. Енді бізге қарасы 140 береміз. Онда жинап қоямыз. Жүрекшеге жинап қоямыз. Осындай маркерлер берсеңіздер болады. 4-тен жоғары жұлдызшасы болса жақсы келеді, качествосы. Енді осының ішінен белгілейміз. Мысалы, мынау біреуінің, мынау 2-еу, мынау 3-еу екен. Маған 2-еу керек. Бұл балаға болғандықтан 120-ны таңдаймын. Таңдап қойдым. Енді қызыма іздеп көремін. Мысалы, қаласаңыздар, осындайларын берсеңіздер болады. 7, 9, 11, 13, 14 жастарға болады екен. Міне қыздікі шықты. Мысалы, осыны берсеңіздер болады. Қалаған түстеріңізді берсеңіздер болады. Мен бір розовыймен берем. 140 деп таңдайым. Жүрекшеге сақтап қоям. Носкилер берейік. Балама. Не қараңыздар. Осындай 10 штук, 10 парасы. 8 пара, 6 пара. Қалағандай бере бересіздер. Мысалы, маған 6 пара керек.
жүрекшеге сақтап қоямын. 5 жұлдыз екен. Осындай түр сыйлар заказ берсеңіздер болады балдарға. Мен бірден бәрін заказ беремін. Мысалы балама 4 штук екен. 120-ны берейін. Сақтап қоямыз. Осындай футболкалар берсеңіздер болады. 100% оригинал екен бұл. Осындай бергенмен болады. 100% оригиналдарда жұлдызша болмайды. Мысалы, қалаған түсіңізді алсаңыз болады. Мен маған ақ түс керек. 120 балама. Сақтап қоямын. Соңында бәрін бірге есептеп заказ беретін боламын. Гольфилер. Мектеп формасы деген соң бәрі шығады бірден. Қаласаңыздар астында басқаша түрлері де шығады. 4 жұлдыздан жоғары екен. Оған да қарайсыздар. Әр түрлісі бар. Үлгілері 3-ден болады. Мысалы, біреуін ғана заказ берсеңіздер де болады, қаласаңыздар. 3-ден заказ берем. Біріншісіндағыдай 5 жас пен 15 жастың арасында келеді екен. Балама осындай заказ берем. 100% оригинал екен. 100% оригиналдар қымбаттау жүреді басқаларына қарағанда. Мысалы, осылардың оригинал еместері де бар. Мысалы, 120 деп белгілеймін. Оны қалай табамыз? Осы жеріне келесіз, үстінен басып тұрасыз. Екеуі шықты, соның біреуін басасыз. Басқашалары шықты. Басқа магазиндерден шықты. Мысалы, мыналар оригинал емес. Мынау да оригинал емес. Осылардың арзандау болар. Оригинал емес олар. Қаласаңыз оригиналдарын алсаңыздар болады. Қаласаңыз осындайларын бар арзандау жүреді. 79-да 8, бағанағы 99 еді. Соларды салыстырсаңыздар болады. Мынау оригинал еді. Қаласаңыз оригиналды, қаламасаңыз басқа магазиндерден алсаңыздар болады. Мысалы, маған ремень керек. Қалаған ременді заказ бересіздер. Қарасын заказ берем. Тағы аяқ киім. Мысалы, осындай аяқ киім берсеңіздер болады. Қаласаңыздар туфли берсеңіздер болады. Маған осындай аяқ киім керек. Белгілеймін. Балам 30-ды киеді. Бұны білу үшін аяқ киімдерін өлшейсіздер. Мысалы, мына 5 жұлдызды екен, жақсы дегені аяқ киімді өзінің аяғын өлшейсіздер. Балаңыздың аяғын өлшеп, 1/2 сантиметр үлкендеуін ала бересіздер. Бізге 30 келеді, мен ұлыма өлшеп көрем мен өзім. Заказ беруден алдын өлшеп көрем, қызымды да, баламды да. Сонда размерлері келгенде. Сізде де сөйтіп істесеңіздер болады. Линейкамен өлшей бересіздер. Одан 1/2 сантиметр, 1 сантиметр үлкендеу ала бересіздер. Балама бәрібір оны киген кезде ұзақ уақыт киеді. Мысалы, 1 жыл киетін болса, аяғы өседі. Сол үшін сәл үлкендеуін ала беріңіздер. Келмей қалуы мүмкін. Мысалы, осындай носкилер заказ берсеңіздер болады сіздерде. Қаламдар. Аяқ киімдердің әр түрлісі бар. Мысалы, туфли де бар. Осындай туфли де берсек болады. Мысалы, туфли мен кроссовканың размерлері 2 түрлі болып жүреді. Қарайсыздар размерлеріне. Разница болуы мүмкін. Маломерка, большемерка болып жүреді. Мысалы, 31-ді аламын мен қазір. Жүрекшені басып қоямын. Осыларды бәрін мысалы, тағы өздеріңіз қоссаңыздар болады.
ручка, пенал, сондайлар заказ берсеңіздер болады. Мен осындай сумка заказ берем балама. Отзывтарын бәрін көріп шығыңыздар. 4-тен жоғары екен. Отзывтарын көріп шығамыз. Суреттерін бәрін көріп шығасыздар. Кейін заказ бересіздер. Мысалы, осыны алайын деп жатырмын қазір, не? Мысалы, не бағасында разницасы бар. Бұл дегеніміз, ішінде пенал сондайларымен болғандықтан қымбаттау жүреді. Сумканың өзін ғана алатын болсаңыз, арзандау болады. Мысалы, осындай линейка, карандаш солармен болатын болса, қымбаттау болады. Оларды өздеріңіз көресіздер. Мысалы, не? Мысалы, не? Мына жерде пеналы, сағаты, карандаштары бар екен, линейкасымен. Сол үшін 36-да 8. Құр осы рюкзакты алатын болсаңыз, ол арзан болады өзі. 18-де 8. Қалағандарыңызды алсаңыздар болады. Мысалы, маған бәрінен керек. Сол үшін осыны белгілеймін. Қызыма мынаны көрем. Сіздер әртүрлісін көрсеңіздер болады. Сумкаларының әртүрлісі бар. Маған осынады. Не бұл да сондай. Заттарымен болатын болса, қымбат тұрады. Осынады. Осыны белгілеймін. Өздеріңіз қаласаңыздар, осындай карандаштар берсеңіздер болады. Мен негізі алғам осындай. Качестволар күшті болып келеді екен. Бірақ сәл ауырлау болуы мүмкін, үлкендеуін алсаңыз. Мысалы, мен Қазақстанда тұрам, бірақ ол жақта арзан. 5.000 түскенмен бәрібір арзан болады екен. Мысалы, құр юбканың өзінде алсаңыздар болады. Мысалы, қызыңыз өзі киетін болса. Осыны үстін басамыз. Оригинал юбка екен. Маған қарасы керек. 140 жоқ екен. Сол үшін бұны алмаймыз. Размерлерін қарайсыздар. Бұл жерде скидкамен тұрған заттар. Өз сағатымен. Бәрі оригинал заттар. Мынау белгілермен көрсеңіздер болады. Осындай рюкзактар да бар екен. Өздеріңіз қалағандарыңызды алсаңыздар болады. Кейін мына жерде скидочный заттар бар. Скидкада тұрған, мысалы, арзан алуға болады бұларды. Кейін тікелей фабрикамен алатын жер бар мына жерде. Солармен де алсаңыздар болады. Арзандау түседі. Качестволар күшті болып келеді. Өзім бұл жерден заттарды алып көргем. Качестволар жақсы келген. Бұл заттар 1 юаннан түседі. Мен алдым. Осындайын алдым. Бір алғанда 3-еуін заказ беруіңіз керек. Мысалы, 1-еуін заказ беретін болсаңыз, 5-те 62 болатын болса, 3-еу берсеңіз, 3 болады. Егер 5-еу беретін, 6-ау беретін болсаңыз, 5 юан қалсаңыз болады. Қалағанша ала бересіз. 100 штук алсаңыз да бола береді. Бұл ограничение бар екен. 10 штукқа дейін сатады екен. Мысалы, осыны белгілеп қояйық. Әртүрлісі бар. Қалағандарыңызды ала бересіздер.
Қызыма туфли заказ бермедім, енді іздеймін оны. Не әртүрлісі бар бұл жерде. Қалаған расцветкамен маған ұсынады. Не 5 жұлдыз екен. 100 мыңнан аса адам алған екен тауарларын. 33 алам. Қарасын алам. Енді бәрін көреміз. Заттарымызды бәрін жинап. Мысалы, мынау екеуі бір магазиннен екен. Бір магазиннен болса өстіп тұрады. Бәрін белгілеп шығасыздар. Қосатынын қосасыздар. Белгілемегендер бәрін белгілейсіздер. Енді ақшасын осы жерден төлейсіздер. Егер сіздерде Каспи карта болатын болса, Каспи кодпен төлесеңіздер 17.92 қосып төлейсіздер. Алипеймен төлесеңіздер осы сумманы төлейсіздер. Менде Алипей, осы сумманы төлеймін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Тағы видеолар салатын боламын.